Сөйлейтін телефонның үлкен сабағы. Баяғыда жасыл орманның шетінде орналасқан шағын ауылда Әмір есімді, ақылды, бірақ телефоннан қолы босамайтын бала өмір сүріпті. Таңертең оянса да телефонын қарайтын, тамақ ішіп отырып та телефон, сабақтан келген сонда телефон, тіпті анасы ертек оқып берейін десе, кейін анашым, телефоным қызығырақ деп жауап беретін. Бір күні кешке найзағай жарқылдап, аспанда қара бұлт басты. Әмір ұйықтап жатқанда үстел үстіндегі телефоны кенеттен алтын түске боялып жарқырай бастады. Түн ортасында телефон өздігінен сөйлеп кетті. Әмір, оян! Бала көзін ашып, жан-жағына қарады. Кім бұл? Менмін. Сенің телефоның. Әмір қорқып кетті. Телефон сөйлеме? Бүгін ғана сөйлеймін. Саған өте маңызды сабақ беру үшін келдім. Қандай сабақ? Телефон ауыр күрсінді. Сен мені тым жақсы көріп кеттің. Бірақ өмірде менен де маңызды нәрселер бар. Әмір күлді. Жоқ, сен арқылы бәрін көремін ғой. Телефон үнсіз қалды. Кенет бөлменің қабырғасы жоғалып, екеуі сиқырлы әлемге тап болды. Бұл жерде жүздеген балалар бастарын төмен салып күні-түні телефонға қарап отыр екен. Ешкім күлмейді. Ешкім ойнамайды. Ешкім кітап оқымайды. Құстар ән айтпайды. Ағаштар қурап кеткен. Күннің өзі көмескі. Бұл қандай жер, деді Әмір. Бұл телефон патшалығы. Неге бәрі мұңайып жүр? Өйткені олар шынайы өмірді ұмытып кеткен. Сол кезде кішкентай қыз жылап келді. Мен гүлдің иісін ұмытып қалдым. Тағы бір бала. Мен достарыммен футбол ойнаған. Қандай екенін ұмытып кеттім. Тағы бірі. Мен атамның ертегісін тыңдамағаныма көп жыл болды. Әмірдің жүрегі ауырып кетті. Телефон. Байқадың ба? Иә. Олар әрі қарай жүрді. Алдынан алып кітапхана шықты. Бірақ барлық кітаптарға шаң басып қалыпты. Неге ешкім кітап оқымайды? Себебі бәрі телефонға қарап отыр. Келесі жерде үлкен саябақ тұр. Әткеншектер бос. Доптар жерде жатыр. Құстар балаларды күтіп отыр. Бірақ ешкім келмейді. Телефон жай ғана айтты. Экраннан күннің жылуын сезіне алмайсың. Әмір үндемеді. Кенет телефон тағы бір есікті ашты. Бұл жолы ол өз болашағын көрді. Өскен Әмір жалғыз отыр екен. Достары жоқ, естеліктері аз. Балалық шағы экран алдында өтіп кеткен. Бұл мен бе? Егер өзгермесең, иә, Әмірдің көзіне жас келді. Мен бұлай болғым келмейді. Телефон күлімсіреді. Онда менімен бірге жүр. Келесі бөлме жарқырап тұр екен. Мұнда балалар кітап оқып отыр. Бірі сурет салып жатыр. Бірі ата-анасына көмектесіп жүр. Бірі бақшада гүл егіп жатыр. Бірі футбол ойнап жүр. Бәрінің жүзінде қуаныш. Бұлар кімдер? Телефонды дұрыс пайдаланатын балалар. Сонда телефон жаман емес пе? Жоқ. Онда мәселе неде? Мәселе уақытты дұрыс пайдалану. Телефон сөзін жалғастырды. Мен білім бере аламын. Мен жаңа тіл үйрете аламын. Мен ертегі көрсете аламын. Мен ата-әжемен сөйлестіре аламын. Бірақ мен сенің достарыңды алмастыра алмаймын. Мен ананың құшағын алмастыра алмаймын. Мен күннің жылуын алмастыра алмаймын. Мен шынайы өмірдің орнын баса алмаймын. Әмір басын изеді. Мен түсіндім. Телефон соңғы сынағын көрсетті.
Оның алдында екі есік тұрды. Бірінде тек экран, екіншісінде шынайы өмір. Әмір ойланып тұрды. Сосын күлімсіреп: мен екінші есікті таңдаймын. Есікті ашқанда айнала гүлге толып кетті. Құстар сайрай бастады. Күн жарқырады. Балалардың күлкісі естілді. Телефон да қуанып кетті. Сен үлкен сабақты үйрендің. Қандай? Телефон жақсы көмекші, бірақ ешқашан өмірдің қожайыны болмауы керек. Сол сәтте Әмір оянып кетті. Бөлмесі бұрынғы қалпында, телефоны үстелде үнсіз жатыр. Әмір күлімсіреп, оны бір жаққа қойды. Ас үйге барып: анашым, бүгін бірге шай ішейікші? Анасы таңырқап: әрине балам. Кешке әкесімен доп тепті, әжесінен ертегі тыңдады, кітап оқыды, достарымен ойнады. Ал телефон бұрышта үнсіз жатты. Бірақ ол ренжіген жоқ, өйткені ол өзінің ең үлкен міндетін орындаған еді. Содан бері Әмір телефонды тек керек кезде ғана қолданатын болды. Ол білім алып, жаңа дүниелер үйренді, бірақ ешқашан отбасын, достарын және шынайы өмірдің қуанышын ұмытпады. Сол күннен бастап Әмірдің өмірі бұрынғыдан да бақытты, қызықты әрі мағыналы болды. Ертегінің тәрбиесі: телефон пайдалы құрал, бірақ уақытты дұрыс пайдалану, отбасына көңіл бөлу, кітап оқу, достармен ойнау және шынайы өмірдің әр сәтін бағалау адамды шын мәнінде бақытты етеді.